Қазақ ежелден тұлпар мініп ұл, іңкәр қылып қыз өсірген. Ұрпағына дініміз ислам, кітабымыз Құран, тегіміз түрік деп өнеге өсиет берген. Тәрбиесі мен тағылымы ислам қағидаларымен біте қайнасқан мұсылман халық. Мұсылманшылығына бекемдігінің арқасында жағымсыз жат қылықтардан аулақ болып, ар намысын ту қылып ғұмыр кешті. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп келді. Сол тектелдің бүгінгі ұрпағының бойында осы қасиеттер қаншалықты сақталды. Бұл жөнінде әркім өзінше ойлана жатар. Біз бүгін ұлттық асыл қасиеттерімізді кетерер кесапаттардың бірі аборт атты індет жайлы айтпақшымыз. Аборт дегеніміз енді медицина жөнінен қарағанда ол жасанды түсік жасау. Біздің елімізде жасанды түсікті 12-ші аптасына дейін, жүктіліктің 12-ші аптасына дейін рұқсат етілген. Енді 20-22 аптаға дейін ол әлеуметтік жағдайға, медициналық жағдайға, әйелдің жағдайына, или анау іштегі баланың, құрсақтағы баланың ақауы болса, сонда ғана рұқсат етіледі. 12 аптаға дейін енді ол әйелдер өз шешімімен келіп жасап жатады бізде. Сол өз еріктерімен түсік жасатушылардың кімдер екенін білсеңіз, жаныңыз түршігер еді. Аборт жасатып жатқандардың қатарында 14 пен 18 жас аралығындағы қаракөз қыздарымыздың болуы өкінішті-ақ. Ал жатырдан шықпай-ақ, жарық дүние көрмей-ақ, өлімге қиылғандардың өмір жасы 12 апта немесе шамамен 84-ақ күн екен. Құранның Мөминун сүресінің 12-14 аяттарында бұл кезеңді Аллах былайша сипаттаған. Расында адамды нағыз балшықтан жараттық. Сонан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық. Сосын тамшыны ұйған қан жасадық. Ұйған қанды кесек ет жасап, кесек етті сүйек жасадық та, сүйектерге ет қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қып, жан салдық. Жаратушылардың шебері ұлы Аллах. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Мынау әрбір уақыттың өзінің қиыншылығы, әрбір уақыттың өз ауыртпалығы болады. Соның ішінде бір ғана нәрсе, мынау ұрпақтың болашағына балта шабатын, ұрпақтың халықтың дамуына тежеу болатын, және Аллах Тағаланың алдында бір күнә десек те болады, адам өлтірумен пара-пар болған мына қазіргі жасаған уақытта қыз келіншектеріміздің, қарындастарымыздың, апа қарындастарымыз мынау жасанды түсік жасату дейді, аборт деп жатады. Ана мен баланың арасындағы өте тығыз байланыс баланың құрсақтағы кезінен бастап орнайды. Дәл осы тұста нәрестеге өмір сыйлаудың орнына кейбіреулер әртүрлі жолдармен оның тамырын қияды. Кезінде 15-ке дейін қорықпай құрсақ көтерген апаларымыздың бүгінгі сіңілілері ұрпақ жалғастырудан, сәби сүйіп, ана танудан не себептен бас тартуда? Дәрігерлердің сөзіне сүйенсек, аборт медицина ғылымының дамуымен жолға қойылған тәсіл. Бірақ ол тек қана дүниеге бала келе алмайтын жағдайда ғана рұқсат етіледі екен. Алайда қазір аборт жасату қоғамдық дертке айналды. Енді бұл дертпен бүкіл әлем күресуде. Қарсы тұруға шара жоқ. Біреу тоңып секірсе, біреу тойып секіреді дегендей, қазіргі күнде біреулер бала сүйе алмай зар қақса, біреулер құрсағындағы баласынан бас тартып, қолдан түсік жасатуда. Қазақстан бойынша жасалған түсіктің ұзын саны жылына 300 мыңға жетіп жығылады екен. Бұның арты жақсылыққа апармайтыны сөзсіз. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын 80 миллионға жуық әйел жоспарсыз жүкті болады екен. Олардың жартысынан көбі жүктілігін жасанды жолмен тоқтатады. Ал бұл тақырыпқа байланысты еліміздегі жағдайға қайта оралсақ, өкінішке орай өсіретін әйелдерден гөрі өшіретін әйелдердің саны басым тұр екен.
аборт бұрын тіптен көп болатын бала. Мәлсін нарықтың кезінде. Тірі туған балалардан аборт жасағандардың саны артық болатын. 350-400 мыңға дейін жеткен Қазақстанда. Тіптен қазір осы Алматының өзінде базарда жүрген тәжік әйелдері үлбе мен жүлбеге бөленіп отырған Алматыдағы орыс әйелінен 2 есе, 3 есе, ал қазақ әйелінен 2 есе көп бала табады. Міне соны өзіңіз ойлап қараңыз. Ол тұрмысқа байланысты емес, ол пиғылға байланысты, ол тәлім тәрбиеге байланысты. Қызға 40 үйден тыйым салған текті қазақтың бүгінгі қыздары бесіктен белі шықпай жатып, құлшылықтан көрі күнәға бейім болғаны ма? Қылмыс пен өкінішке апарып тірейтін жолды әдем етіп көрсететін, соған жетелейтін арақ пен сыра еншімізге берілген қимас дүние ма? Өкініштісі, бұларсыз қызықшылық пен той-томалақ өтпейді. Және оған арланбайтын да күйге жеттік. Жай үйреншікті жағдай іспетті. Қыздарын тыйып, бұл індеттің алдын алуға тиіс кейбір аналарымыздың өздері 40-тан асса да жасанды түсік жасатады. Жасанды түсік жасағанның өзі бұл баланы өлтірумен бірдейді ғой енді. Енді бала құрсақта пайда болған екен жатырда. Ол бала туылу керек қой. Ол дүние сүю керек. Осы біздің таңды көру керек. Оны көрсетпестен түсік жасағанда әрине ол адамдардың өздеріне кінәсі ғой. Оны кінә туралы айтсаңыз, олар түсініп жатқан бір адамды көрген жоқпын. Енді имандылықта бізде жоқ сияқты ғой, бүйтіп қарап тұрсаңыз. Соны түсіндіріп айтқан күнде кейде енді 10 адам келсе, соның бір 5-еуі түсінген, 3-еуі түсінген сияқты болады. Әр күні келетін адамдардан, әр 10 адамнан 7 адам жасатып жатса, қанша адам? Оның бәрі өте көп. Бұлай қарап тұрсаңыз, статистиканы алатын болсаңыз, өте көп аборт жасатып жатыр. Ол енді Алла тағала оған жан берген екен, тағдырын жазған екен, рызқысын барлығын бекіткеннен кейін де оны бұл дүниеге көп санап, яғни ертең бағуынан қорыққан кісілер үлкен күнәға душар болады. Исламда тіпті зінадан болған немесе өлім жазасына кесілген ананың құрсағында баласы болса да, оны құрсағында баласы бола тұра анасын жазаға тартпайды. Неге? Сол баланы дүниеге келтіруіне уақыт мұрсат бергендіктен. Ал Конституциямыздың 15-ші бабының 1-ші тармағында әркімнің өмір сүру құқығы бар делінген. Қазіргі ғылым дәлелдегеніндей және қасиетті хадистерде айтылғандай, әйел ішіндегі 4 айлық бала да дәл сондай жанға ие болады. Яғни ол тірі адам. Адамның өмірінен айыратын ерекше жағдайда тек сот үкімі ғана. Ал ананың ішінде жатқан баланың өмір сүру құқығы қайда қарастырылған? Медицинаның көрсетуі бойынша 12 аптадан кейін адамның барлық мүшелері жаралып адам қалпына келеді екен. 12 аптаның ішінде. Менімше, адам осы кезден бастап осы Конституцияның жазылған баптарына жауап беретіндей. Мен адам болып жаралдым, енді мені қорға мемлекетіміз. Сен мені ең жоғары құндылық деп санап отырсың, дейді. Ал қазіргі жағдайда мұндай заң жоқ деуге болады. Қазіргі заңнамамыз бойынша аборт жасаған әйел қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Және құрсақтағы баланың өмір сүру құқығы да заңнамада қаралмаған. Ал Алматы қалалық прокуратурасының тергеу мен анықтаудың заңдылығын қадағалау басқармасы біз жазған хаттың жауабында аборттың сейілмеуін осы олқылықтарға жол берілгендігімен түсіндіреді. Конституцияның баптарына қатаң енгізулер енгізбесе, түрлі сылтаулар мен аборт жасаушыларға ешкім ештеңе істей алмайды. Конституцияда 2 түсінік бар: адам және азамат деген. Азаматтың өмір сүру құқығы делінбеген. Әркімнің дегенсің, Қазақстанда тұратын барлық адамдардың өмір сүруге құқығы бар деген. Әркімнің болғаннан кейін қай жастан бастап өмір сүруге құқығы бар. Ол өмірге келген адамның құқығы бар деген сөз. Өмір сүруге. Өмірге келіп жаңа туған адам
сол уже адам болып есептеледі. Сондықтан сол уақыттан, сол сәттен бастап оның өмір сүруге құқығы бар. Тумаған баланы енді өмір сүруге құқығы бар деп айтуға болмайды. Әлі толық жетіліп, қалыптаспаған сәбилерге тіл бітсе, ең бірінші өздері туралы заң қабылдау туралы ұсыныстар мен шағымдар айтар ма еді деп те ойлайды екенсің. Аса құнды деп есептегеннен кейін, тіпті қылмыс жасағанның өзінде де оған ең жоғары жазаны, ату жазасын, өлім жазасын қолданбаймыз деп отыр. Тіпті қылмыскердің өзінде өлім жазасына бұйырмайды. Ата заңымыз бойынша ауыр қылмыскердің өзін өлімге қимай отырсақ, онда құрсақтағы ешкімге зияны жоқ. Шарасыз шарананың өмірін неге қиямыз? Кімге жазықты болды екен? Осы жерде еліміздегі бір көкек ананың өз нәрестесін өлімге қиғанына куәгер болған ақынның бала тілімен жазған өлеңіне құлақ салсақ. Қашарың бар безініп, нәрестеңнен өзіңнің, құлы болдың негана, нұрсыз жалған сезімнің. Мейірім бар ма жүзіңде, бір-ақ рет қарайын, тым болмаса ерітші үрлеп мұзын көзімнің. Қимақсың ба шынымен тәтің бар өлімге, жазығым не, адам боп келгенім бе өмірге? Жыртқыш құрлы жоқсың ба, ұрпақ үшін жан берер? Жалынамын анашым, өз қағыңнан жерін бе? Сірестіріп мұз құрсау, қыса түсіп аранын, майы біткен шырақтай баяу сөніп барамын. Дәметпеймін емем деп, көрсетші тек бір рет, тұрғандай болады уыз толы мәмәнің. Бұл дүниеге күнәсіз, пәк нәресте болып кеп, мұз боп қатқан бөбекті көзіңменен көріп кет. Өтінішім ең соңғы, итпен құсқа мүжітпей, шұқыр қазып оймақтай, өз қолыңмен көміп кет. Қызым үйде, қылығы түзде деген нақыл дәл осы кезеңге арналып айтылғандай. Қыз есейгенше ата-анасының қамқорлығында болса, есі кіріп, бой жете бастағаннан ақ оған құрбыларының ықпалы жүреді. Сонымен түнгі клуб, кешкілік ойын-сауық орталықтардың табалдырығын тоздырады. Оның соңы жақсылыққа апармауда. Мына көріністегі қазақтың қара көз қыздарының осы күйге душар болуы кезінде сондай істерден бастау алды емес пе? Қаламыздағы акушер-гинеколог мамандардың алдында аборттың кезегінде тұрған мына қазақ қызы құрсағындағы 2 айлық шарасыз шарананы алдыртуға бел буыпты. Бала көтергенмен, қазір мен оны тууға денсаулығым көтермейді. Қан қысымым жоғары көтеріліп, вообще жүре алмай қалдым біріншіден. Екіншіден жүрегімді тексерткен кезде дәрігерлер ишемический болезнь сердца дейді. Оған алдын ала емделмесе, кейін жүректің тоқтап қалуы мүмкін. Балада, жаңағы оны туған анада өмірден бірден кетуі мүмкін деп, соған подозревание жасап, маған бұл баланы көтеруге қарсылық білдіріп отыр. Бұл қыз аборт жасату арқылы денсаулығын одан да ары нашарлатып аларын білмейді емес. Іштей бүккен сырлар да болуы әбден мүмкін. Есімін айтуға жасқанған жұмбақ қыздың айтуынша, оның аборт жасауына дәрігерлердің кеңесі себеп болыпты. Бірақ оның қаншалықты дұрыс, не бұрыс екені бір Аллахқа аян. Шырын Тұрап қызы олардың әңгімесіне сенбеуді алға тартты. Дәрігерлерден жасанды түсікті бір емес, 2-3 рет жасатып, соңында тұрмыс құрғанда құрсақ көтере алмай қалғандардың көптеп кездесетінін де естідік. Ал Айгүл Тоқтыбаева келіннің көтерген баласы құрсақта даммай қалғандықтан осындай шараға амалсыз баруда. Мен осы әңгімені естігеннен бері қарай, кешеде бері қарай, өзіміз балам да жаңа келінімде жылап, мен өзім қоса жылап, мысал үшін. Жаман жағдайда болдық, мысал үшін, ішінде қанша бетіне қыса да келешекте осы ана болады ғой жаңағы баламыз.
деп өзіміз қуанып, майдан кейін үйінайын да босанады деп өзіміз солай неғамыз. Кеше одан мамасы келіп жылап, мен жылап, балам да сондай, білмеймін қандай аналар балаларын тастап, осындай зұлымдыққа барып, жаңағы тастанды бала жасап неғылатын. Кейбір ел топырақтан бала жасай алмай жүр. Оған қарағанда олар адам ғой, неге балаларын ойламайды? Аборт жасаушылардың бірі өтірік денсаулығын желеулетсе, бірі әлеуметтік тұрмыс тіршілігінің төмендігімен ақталады. Сыныққа сылтау көп, сорақысы мансапқа беріліп, балалы болсам оған үйде байланып қалам, қызметте өспей қалам деп, немесе сұлулығымнан айырылып қалам деп те абортқа барады. Осындай болмашы нәрселер үшін күнәға белшесінен батқандарға не деуге болады? Қазіргідей тыныш заманда бұл сылтаулардың бәрі де түкке тұрғысыз. Ұлы Отан соғысында ауылда жүріп зорлық-зомбылықты басынан өткерген әжеміз Тұрсынгүл Мамаеваның әңгімесі осыған дәлел. 16-да тұрмысқа шықтым, сонан соң келгеннен кейін 2 айдан кейін Отан соғысы басталды, Отан соғысына кетті. Жаңағы жолдасым сол соғыстан 7 жылда қайтты. 7 жылда қайтып, содан келіп мен көтердім, бала тудым. Бала туғанда жаңағы 16 бала тудым. 2 тудым. Не дейміз, сол өмірдің бәрін көрдік. Ол уақытта әйтеуір заманның дұрыс уағыма әйтеуір баланы туа бердік. Әйтеуір тұқымымыз көбейсін деп баланы тоқтатқанымыз жоқ. Қазіргі жастарда емеспіз. Пайғамбарымыздың Аллахтың оған игілігімен сәлем болсын хадистері, Аллахтың құзырында ең ауыр күнә Аллахқа серік қосу. Одан кейінгісі жазықсыздан жазықсыз қандай да бір жан иесін өлтіру. Абдуллах есімді сахабадан, мен уа Аллахтың елшісі, күнәлардың ең үлкені қайсысы деп сұрадым. Ол, өзіңді жаратқан Аллахқа бір нәрсені ортақ етуің деп жауап берді. Мен одан кейінгісіші деп сұрадым. Ол, тамағыңа ортақтасуынан қорқып, өз балаңды өлтіруің деді. Байлық шіркін болады кімге пана, бақыт бекен үлдемен бүлде ғана, аборт атта жалдың арқасында азайыпта қалыпта шілдехана. Белшемізден ырысқа кенелдік те, болашақты жамсата жөнелдік пе, бауырлар-ау бұнымыз біз көргенді, балаларым көрмесін дегендік пе. Бұзып жарып болмысты болмай қалық, бұрыс кеткен бұзықты қолдайманық, 2 сынып қашанғы бірігеді, бала саны мектепте толмай қалып. Он 2 аптадан кейінгі жасалған аборттар бала үшін де және ананың өзіне де өте қарсы әсер етеді. Ең бірінші жатыр мойын кеңейтіп болғаннан кейін үлкен мерзімде 6-шы темір құрал болады, 6-шы өте үлкен, сонымен қырылады ең бірінші. Одан кейін қысқышпен жаңағы баланың ұсталған жері, қол аяқтары қайсысы ұсталады, қай мүшесі ұсталады, сонымен тартып аламыз. Біртіндеп, бірінен кейін бірі этапно әйелге де зиян келтірмеу үшін жаймен қырылады. Жұлынады баланың әр мүшесі бірінен кейін бірі. Барлық мүшелері түгел ма, түгел емес па? Қалып қойды ма, қалмады ма? Тексеріледі. Тыйым салуға да болар еді, біз мұсылман ел ретінде, тіптен әсіресе бірінші балаға нәрестеге абортқа тыйым салуға керек, өйткені бірінші балаға жүкті әйелдер абортқа баратын болса, ол өмір бойы бедеу болып қалады. Біздің қазақ қыздарының көбі сондай жағдаймен бедеу болып қалып отыр. Біз европалық халықтармен салысып өспеуіміз керек, айналайын. Біздер ешкімнен үлгі алмауымыз керек. Олар бала тууды қажет етпейді. Біздің қазаққа өсу керек, өркендеу керек. Жеріміз кең, еліміз бос жатыр. Мына жағымызда 1,5 миллиард Қытай,
солтүстікте ормандай қалың орыс. Біздің елімізде ол аборт жасауға болады, болмайды деген бап жоқ. Әр нәрсені жасардың алдында ойлану керек. Бұл біріншіден тәрбиеге де байланысты. Әке шеше олай тәрбиелемейді ғой. Қыз баланың өзінің сана сезіміне, жаңаға өзінің ар несіне, ұятына байланысты. Қолдан осындай жасанды түсік жасап жатқандарға өзіңіз не айтасыз? Аналық беріп мен опасыз деп айтар едім. Соларды опасыз, қаныпезер, адам өлтіргіштер едім. Я, Ахмет Байтұрсынов кезінде әлхамдулиллах аз емеспіз. 7 миллион алаш бармыз деген. Бұл сол кезге берілген баға. Демограф Мақаш Тәтімовтің айтуынша қазіргі қазақтар 10 миллионға жетті. Мұндай санды құрайтын мемлекет ешқашан құрмайды, жоғалмайды дейді. Бауырлас түріктердің саны сол заманда бізбен шамалас еді. Қазір олар 70 миллион. Ал біз сол ахаңның кезіндегі санақпен салыстырғанда 2 есеге де өспеппіз. Жасанды түсікте өспеуіміздің бір себебі екені даусыз. Мұхаммед пайғамбарымыз былай деп айтқан екен, өзінің бір несінде, хадисінде, қиямет қайым кезінде дейді, мен басқа пайғамбарлармен қатар тұрғанында дейді, менің үмбеттерінің көп болғанын қалаймын дейді. Үмбет деген ол біздер, міне. Сондықтан міне мұсылмандардың, әсіресе соның ішінде жері кең, саны аз қазақтардың тез өскені ол бізге қажет. Сондықтан мына имандылыққа, инабаттылыққа, балажандылыққа, жаңа мен айтқан, соған қатты бой көрсету керек. Қазір ашаршылық жағдай емес, қиыншылық жағдай емес, оның бәрі артта қалды. Республикамыз дамып келе жатыр. Аборт жасалған шараналар аман болып, жарық дүние есігін ашқандарында мынандай бақытқа кенелермеді. Егерде еліміздегі жасанды түсік жылына 300 мың десек, ол әр жылда көтеріліп түсіп отырады. Сондықтан да орташа есеппен алғанда 275 мың. Ендеше ол 2010 жылға дейін 550 мың, 2015 жылға дейін 1 миллион 925 мың, 2020 жылға дейін 3 миллион 300 мыңға жетеді. Яғни Қазақстанда осынша адамның орны ойсырап қалады. Бұл тіркелгендері, ал бұған енбей қалғандар да болуы мүмкін. Ал демографтың айтуынша Қазақстанның жері мен байлығы 50 миллион адамды аузы мұрыннан шығарып асырауға шамасы жетеді. Бұл тұрғыда еліміз ана мен сәбиге, жаңа туылған балаға берілетін жәрдемақыны да жыл сайын көбейтіп отыр. Елбасымыз да дәстүрлі жолдауларында демографиялық ахуалға қатты көңіл бөлініп жатқанын тілге тиек етеді. Әрбір ақыл есі түзу, саналы адам, иманды адам, адамгершілігі мол адам өзі біледі, ненің жақсы, ненің жаман. Оны жасатып жатқан күнде де бір себеппен болып жатады ғой. Демек, алданып қалады. Я болмаса, кәдімгі тұрақты жанұясы бар кісілер өзара келісіп жасатып жатады. Бірақ соны біз білсе екен дейміз. Әрбір жаңағы дүниеге келген баланың өзінің несібесі болады. Бұны неге айтып жатырмыз? Кейбір жағдайда кейбір отбасылар ойлайды, бәленше баламыз бар, оны қалай асырап жетілеміз, заманымыз мынандай болып бара жатыр деген сияқты елдің арасында жүргесін естиміз. Сол секілді оның бәріне Алла Тағала өзінің ризық несібесін беріп қояды. Демек біз қорықпауымыз керек, қалай асырап жетілдіреміз. Біз дүниеге келтіргенменен себепкер болып, ал оның асыраушысы бәрімізді қамқоршы, бәрімізге мейірім мен ырзық несібе жеткізіп тұрған құдіретті күш, бір жаратушымыз бар. Сондықтан ондай ойдан аулақ болса екен дейміз. Біз абортқа тек қыздар ғана кінәлі деп, бір жақты қараудан аулақпыз. Бұл жерде қыздарды сүйдім-күйдім деп жүріп, соңында әбігерге түсіретін жігіттердің де кінәсін жоққа шығаруға болмайды. Бұл жерде жігіт те кінәлі болады, бала да, қыз да кінәлі болады. Ол енді әрине, ол көбісі мешітке бармағандықтың кесілі ғой. Имандылық жолымен жүрсе, ондай болмаса екен деп ойлаймын мен енді. Қазір ақшалы қалталы адамдар қыздарды алып, уақытша күнін бітіріп, не істесе қалаған істеп, кішкене ақша қалданып жатыр жастарымыз. Яғни сен бір қызбен зina жасасаң, ол өзіңнің анаңмен зina жасағанмен бірдей болады.
Қарағым, ол сенің балаң бауыр етің. Оның болашақ ризығынан қорқып, тамырын қолдан қима. Мүмкін Аллах оның маңдайына дәулетті болуды жазған шығар. Сондықтан да ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Өйткені аборт адам өлтірумен бірдей. Ойлашы, өзге емес, өз ұрпағыңның тағдырына қалай ғана балта шабасың? Ал мойныңа қан жүктеу үлкен күнә. Жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған аталарымыз ұрпағының басына осындай күн туарын ойлап бекен. Ұрпағының бұл қылығына не дер еді? Жарық дүние аңсаған жас баласын, жоқ қылады сұмдығай масқарашын. Жарларыңды жігіттер абайлаңдар, ұл адамды алдыртып тастамасын. Жақтырмасаң жырымды кектесе бер, жан емеспін әйтеуір жоққа сенер. Осын детті жоятын туар біреу, оның өзі аборт боп кетпесе егер. Аллах Тағала кешірімді, мейірімді, рахымды дейміз. Сол секілді, енді осындай қадамға барып қойған кісілерге, апа қарындастарымызға айтарымыз бар. Болса да болар іс болып қалды деп, әрі қарай жаңағы Аллахтың рахымынан үміт үзіп, болса да мен күнәлі болып қалдым ғой. Енді күнәмді мойнымен көтеремін деген сияқты бір пендеуі ойда қалып қоймай, Аллах Тағаладан сол жасатып қойған немесе жаңағындай шалыс қадам басқан кісілер болса, апа қарындастарымыз, қыз келіншектерге айтарымыз, әлде де кеш емес, Аллах Тағала тауабы рахим, тауаптарды қабыл етуші мейірімді. Сондықтан тәубеге келіп, екінші сол осындай аңдамай қадам басудан аулақ болып, күнә екенін сезініп, екіншіден сол сезінгеннен кейін екінші біреулеріміздің де жаңағы адаспауымызға септігімізді тигізіп жатсақ, бұл Алланың алдында да сауапты, және қоғамның алдында да өзімізге бір жаман лас қылықтардың таралып кетпеуіне үлкен септігін тигізер еді. Аллах Тағала әрбір пенденің жаңағы ненің жаман, ненің жақсы екенін білдіргеннен кейін, ең жаман істің бірі осы түсік жасату екенін білсе екен дегіміз келеді. Ауыр күнә жасағандардың көбі өмірден түңіліп, жақсылықтан үміт үзіп жатады. Қанша күнәлі болсаң да, Аллахтың мейірімінен күдер үзуге болмайды. Аллахтан шынайы тәубеге келіп сұрасақ, ол бәрін де кешеді. Тек сол ісіңе өкініп, оны жек көріп қайталамау ләзім. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن